Ел жаңалықтарына оралсақ, Қарағанды облысында Абай атындағы мектептер альянсының құрылтайы өтті. Мақсат Абай Құнанбайұлының ілімін жас ұрпаққа кеңінен насихаттау. Оған облыстағы Абай атындағы 8 мектептің өкілдері белгілі абайтанушы ғалымдар қатысты. Халықтың біртуар перзентінің еңбегін өскелең ұрпаққа жеткізу жолында құрылған ұйым белсенді түрде жұмыс істеп келеді. Кезекті рет өткізілген жиында Абай ілімін оқушылардың жас ерекшелігіне сай кезең-кезеңмен оқыту мәселесі талқыланды. Аталған бастаманы белгілі ғалымдар да қолдап отыр. Абайдың өлеңін, қара сөзінің мән мағынасын түсіндіре бастау. Оқушыларға, мына жоғары оқу орнына, студенттерге соның мән мағынасы күрделі, терең болса да, соның дәмін алдырып бастамасы. Мына жерде мұғалімдермен байқап отырмын, сондай талпыныс бар. Қайрат, ақыл, жүректі тең ұстап деп. Енді соны неге тең ұстайды дегенде, олар сабақтарында да өтіп жатыр. Міне бұл ілгерілеу. Бізде Сәкен Сейфуллин атындағы, бір Алтынсарин атындағы, Шоқан Уәлиханов атындағы, тағы да басқа көптеген ірі тұлғалардың есімі берілген альянстар қазіргі таңда өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Сондай альянстардың бірі бұл Абай есімдері берілген мектептердің альянсы. Басты мақсаты бұл Абайдың шығармаларын кеңінен насихаттау, Абайдың толық адам ілімін кеңінен насихаттай отырып, оқушылардың, жалпы педагогтердің осы Абай ілімі арқылы өздерінің жаңа құзыреттіліктерін, кәсіби құзыреттіліктерін, оқушылардың жаңағы ұлтжандылық тұлға ретіндегі қалыптасудағы өзіндік көзқарастарын қалыптастыру мақсатында осындай жаңағы пікір алаңдарын ұйымдастырамыз.